Болған оқиға ізімен. Лайк басып, пікір қалдыра отырсаңыздар қуанып қалушы едім. Мен бұл құпияны өзіммен бірге көрге алып кетермін деп ойлаған болатымын. Алайда біреуге шерімді тарқатпасам ішімде атом бомбасы секілді жарылатын түрім бар. Білемін, мұны оқып біріңіз ұрсып қарғап сөгесіздер. Сонда да айтқанды жөн көрдім. Мен үйдің үлкен қызымын. Жастайымнан жоқшылықты көріп, азабын тартып өстім. Bir gün қара суға нан батырып жесек, бір күндері аштан аш ұйықтаған кезімізде болды. Әкем мектепте қарауыл, анам болса мектептің еденін жуады. Екеуі де таңнан кешке дейін жұмыста. Менен кейін 2 сіңілім, 2 бауырым бар. Анам 4 бауырымды маған аманаттап тастап кетеді. Өзім небәрі 10 жастағы қызбын. Өзге балалар ойын қуып мәз-мейрам болып жүргенде, мен су тасып, от жағып, кір жуып жүруші едім. Оларға қызыға да қуана да қарап таманып қойғаннан басқа амалым жоқ болды. Сол тірліктің бәрін істегенім мен қойай, 4 бауырым бірдеңені бүлдірсе үнемімен жазаланушы едім. Анам не әкем бір рет болсын жарайсың қызым деп басымнан сипап мақтаған емес. Ешбір адамнан мейірім көрмей, жылулық сезінбей өстім. Кейде бәріне қолымды бір сілтеп өте алыс жаққа қашып кеткім келетін. Бірақ қайда? Қалай? Еш амалсыз солай күнім өте берді. Bir күні кенже інім ауырып қалды. Анам егер дене қызуы көтерілсе парацетамол бер деп дайындап, бауырларым дәрілерді алып жеп қоймас үшін жоғарыға қойып кетті. Анам кеткен соң інімнің дене қызуы көтеріліп қатты күйіп жана бастады. Анам айтқандай дәрілер тұрған қорапты алып парацетамол бермек болдым. Орындыққа мініп дәрі тұрған қорапқа әрең қол жеткізіп тартып жатқанда, қораптың жанында тұрған сірке суы, уксус, маңдайыма тарс етіп түсіп кетті. Қақпағы дұрыс жабылмаған ба білмеймін, бір сәтте көзімді аша алмай, бетім ішім бәрі оттай күйе бастады. Шыдай алар емеспін. Дереу барып мұздай суды бетіме құя бердім. Көзім кішкене болсын ашылып, жалаң аяқ мектепке анама қарай жүгірдім. Мені көріп бүкіл мектеп қызметкерлері топырлап жиналып қалды. Анам болса жылап жіберді. Әкем сұранып бауырларыма бас көз болу үшін үйге кетті. Жалғасы бар. Осы күнге дейін Лайк басып пікір қалдыра кетіңіз. Мектептегі бір ағай көмектесіп көлігімен анам екеумізді ауылдағы кішігірім ауруханаға жеткізіп тастады. Дәрігер бетіме, ішіме бірдеңелерді жағып, аздап ашығаны қоя бастады. Бір параққа бірнеше жақпамайларды жазып, анамның қолына ұстатты. Екеуміз жаяулата үйге қайттық. Жол бойы адайдардың бірі күліп мазақ етсе, бірі аяп жанымыздан өтіп жатты. Жолай анам дәріханаға соғып әлгі жақпамайларды алып шықты. Үйге кіреберіс бөлмеде қабырғада үлкен айна ілулі тұратын. Аяқ киімімді шешіп басымды көтергенде айнадағы құбыжықты көріп шошып кеттім. Ол бейне менің өзімнің түрім екеніне сенгім келмеді. Төбемнен найзағай түскендей күй кештім. Сол күннен бастап қотырбет атандым. Айнаға қарағым келмейді. Сыныптастарым, өзіммен қатарластардың бәрі келеке етіп, әр күн сайын үйге жылап қайтушы едім. Бұрындары үйден қашып мектепке барғанша асықсам, енді мектепке бармау үшін түрлі сылтау іздей бастадым. Дүние көзіме тар көріне бастады. Айналамдағы адамдардан өзімді оқшаулай бастадым. Мені жастайымнан жұмысқа салған ата анама деген өкпем қара қазандай болды. Әр түн сайын. Неге өмір соншама қатыгез? Неге біздің жағдайымыз өзгелердікіндей емес? Неге мен өзге балалар секілді ойнап күліп жүрмеймін? Неге әке, шешем мені еркелетіп, жанға жылу сыйлайтын сөздер айтпайды? Неге осы сұрақтарға жауап таппай ұйқыға кететімін? Тіпті ұйықтап жатсам да түрлі түстер көріп шошып оянатынмын. Не күнім, не түнім жайлы тыныш өткен емес. Балалық шағым бақытқа емес мұңға толы болып өте берді. Інне тығылған мақұлықтай өмірім бір қалыпта мәнсіз, мағынасыз жалғасын таба берді. Жалғасы бар. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Кейде өмірден түңіліп кетемін де, менен де жағдайы нашар адамдарды көз алдыма елестетіп шүкіршілік ететімін. Аллаға тәубе, аяғым, қолым бүтін. Жүре алмайтын, көре алмайтын адамдардың барын ойлап, тәубеме келуші едім. Есейе келе өмірім тамырынан үзілген солып құрап қалған гүлдей, мәнсіз бола берді. Менімен ешкім достасқысы келмей. Бір-екі жақын құрбым бар болатын.
Өзгелер оларды Қотырбеттің құрбысы деп келеке ете берген соң, олармен де достығымыз соңына жетіп, жолдарымыз екі айырылды. Мына кең дүниеде жападан жалғыз қалғандай күйде жүрдім. 8 наурыз мерекесінде қыздардың құшағы гүлге толса, мен сол кітап толы сөмкемді құшақтап қайтушы едім. Өзгелер әр мерекені күтіп күн санап жүрсе, мен мереке күндердің болмағанын қалаушы едім. Өйткені айналамдағы адамдардың барлығы сый-сияпатқа бөленгенін көріп, жанарым жасқа толып, өзімді өзгелерден кем санап мұңайып қалушы едім. Жапандағы жалғыз досым, сырласым, мұңдасым бір тәңірім ғана болды. Әр түнде тәңірден маған бақыт бұйыртуын сұрап жалбарынып, екі қолымды жайып дұға жасаушы едім. Жаһандағы жан баласына мейірім, махаббат сезінбеген соң, өзімде тас жүрек қатыгез жанға айналдым. Мектеп бітіріп, бой жетсемде мені сүйер, қасымнан табылар бірде-бір ер азаматты кезіктіре алмадым. Әрине ішкі жан дүниесіне емес сыртқы сұлулыққа мән беретін, мына заманда маған кім қарайды дейсіз. Тең-теңмен, тезек қабымен дегендей, өзім секілді жалғыздықтың дәмін тартқан, әке шешесінен ерте айырылып, қиындықпен күресіп өскен, ауылдағы Асқар есімді жігіт танысуға ұсыныс білдіріп, қырындай бастады. Құдайдың қалауы осы болар, әрі мені жағдайы менімен ұқсас адам ғана түсіне алар деген сеніммен Асқарға тұрмысқа шықтым. Бетінде тыртығы бар, жұрт айтқандай өзім секілді Қотырбет болса да, жүрегінде мейірімі, иманы бар жолдасымнан жылулық сезініп, өмірге деген көзқарасым аздап өзгере бастады. Асқардың Асқат есімді жалғыз ағасы бар. Үшеуміз бірге тұра бастадық. Екеуі бір анадан туғанмен мүлдем бөлек екі әлемнің адамы. Жолдасым еңбек сүйгіш, кез келген жұмыстан қашпайтын, бір түйір нанын адал еңбекпен табатын жан. Ал қайын ағамның жүрісі түсініксіз. Не жұмыс істейтінін білмеймін, әйтеуір күнде түрлі киім киіп, әтірді сеуіп үйден шығып кетеді. Түн ортасында үйге боянған сыланған бір әйелдерді ертіп келеді. Ертеңіне түске таяу әлгі әйелдер жуынып, шайынып артын жинамай кете береді. Көп көрген үйренеді, көп білген сый көреді, демекші, бұл жағдайға да етім үйренісе бастады. Баяғыда атам үнемі айтып жүруші еді, адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа деп. Қазір сол ақшаға сатылмайтын дүниенің өзі қалмаған секілді. Ақша адамға не істетпейді шіркін. Сол ақшаны алғанша қайын ағам әлгі тұтынушыларына балын тамызып, ұйқастырып, сөздің сәнін келтіре отырып неше түрлі мақтауларды жауғызады. Сол сөздерді туған бауырына айтуға аузы бармаса анық. Ақша жүрген жерде, ұялу, қысылу деген сезімнің болмасы белгілі болар баршаңызға. Кейде ана әйелдердің дауысын естігенде айдалада жүрген мына мен ұяттан өртене жаздап, екі бетім алмадай болып қызарып, әйел болып туғаныма өкініп кететінмін. Амал жоқ, бұл дауыстарға жолдасым өзімізге үй тұрғызып біткенше шыдауға мәжбүрмін. Тіпті болмаған соң бөлек пәтер жалдап көрдік. Бірақ жолдасымның табысы пәтер ақы, азық-түліктен артылмай, үйдің құрылысына ақша жинай алмаған соң, мәжбүрлі күйде жын ойнаққа қайта көшіп келдік. Көбірек табыс тауып, үйді ертерек бітіріп бөлек шығу үшін, Асқар күн-түн демей тыным таппай жұмыс істеп жүрді. Мен де жұмысқа шығып көрдім. Бірақ адамдардың көзқарасы, түрлі пікірлерді көтере алмай жылап-сықтап жүргенімді көріп, Асқар үйге отырғызып қойды. Бәленің бәрі де осы кезден басталды. Жолдасым біздің болашағымыз үшін тыным таппай шаршап шалдығып жүрсе, мен сорлы оны түсінбеген екенмін. Әуестік пе, әлде ессіздік пе, қайын ағамның қызметіне риза болып, шаттықтан дауыстары жарқын шыққан әйелдерге еліктеп, маған көңіл бөлуге уақыты жоқ жолдасыма ренжіп сондағы демалатын 1-2 сағат уақытын ұрыс-керіспен өткізіп маза бермей қоятынмын. Алғашында дыбысын естісем жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдыра бастадым. Ал қайын ағамның жүрісі түсініксіз. Не жұмыс істейтінін білмеймін, әйтеуір күнде түрлі киім киіп, әтірді сеуіп үйден шығып кетеді. Түн ортасында үйге боянған сыланған бір әйелдерді ертіп келеді. Ертеңіне түске таяу әлгі әйелдер жуынып, шайынып артын жинамай кете береді. Көп көрген үйренеді, көп білген сый көреді, демекші, бұл жағдайға да етім үйренісе бастады. Баяғыда атам үнемі айтып жүруші еді, адам болам десең, арыңды ақшаға сатпа деп. Қазір сол ақшаға сатылмайтын дүниенің өзі қалмаған секілді. Ақша адамға не істетпейді шіркін. Сол ақшаны алғанша қайын ағам әлгі тұтынушыларына балын тамызып, ұйқастырып, сөздің сәнін келтіре отырып неше түрлі мақтауларды жауғызады. Сол сөздерді туған бауырына айтуға аузы бармаса анық.
Ақша жүрген жерде, ұялу, қысылу деген сезімнің болмасы белгілі болар баршаңызға. Кейде ана әйелдердің дауысын естігенде айдалада жүрген мына мен ұяттан өртене жаздап, екі бетім алмадай болып қызарып, әйел болып туғаныма өкініп кететінмін. Амал жоқ, бұл дауыстарға жолдасым өзімізге үй тұрғызып біткенше шыдауға мәжбүрмін. Тіпті болмаған соң бөлек пәтер жалдап көрдік. Бірақ жолдасымның табысы пәтер ақы, азық-түліктен артылмай, үйдің құрылысына ақша жинай алмаған соң, мәжбүрлі күйде жын ойнаққа қайта көшіп келдік. Көбірек табыс тауып, үйді ертерек бітіріп бөлек шығу үшін Асқар күн-түн демей тыным таппай жұмыс істеп жүрді. Мен де жұмысқа шығып көрдім. Бірақ адамдардың көзқарасы, түрлі пікірлерді көтере алмай жылап-сықтап жүргенімді көріп Асқар үйге отырғызып қойды. Бәленің бәрі де осы кезден басталды. Жолдасым біздің болашағымыз үшін тыным таппай шаршап шалдығып жүрсе, мен сорлы оны түсінбеген екенмін. Әуестік пе, әлде ессіздік пе, қайын ағамның қызметіне риза болып, шаттықтан дауыстары жарқын шыққан әйелдерге еліктеп, маған көңіл бөлуге уақыты жоқ жолдасыма ренжіп сондағы демалатын 1-2 сағат уақытын ұрыс-керіспен өткізіп маза бермей қоятынмын. Алғашында дыбысын естісем жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдыра бастадым. Алғашында дыбысын естісем жыным ұстап, ашудан жарылардай болатын әйелдердің дауысы ендігі кездері құлағыма майдай жағып, ақылсыздыққа бой алдырып, нәпсімді арым, ақылым тежей алмай өзімді солардың орнында сезінгім келе бастады. Алладан безген сорлы бейбақтар деп атап жүрген әйелдердің тізіміне өзімнің қалай кіріп кеткенімді түсіне алмай қалдым. Қайын ағамды көрсем делебем қозып, құмар қысып, ақылынан айырылған адамдай, өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай беймәлім күйге еніп, тұла бойым балқып, шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім. Ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмайды ма? Ағаң секілді. Ағаң секілді. Деп, нағыз жанашыр ер азаматымды, ессіз, ер емес, ез ағасымен салыстырып, күндіз-түні миын жеп, өзімнің ақымақтығымды түсіне алмай жүрген күндерім есіме түссе, өзімді қамшымен осып-осып жібергім келеді. Барды бағаламай, есі кеткен ессіздерге еліктеймін деп, өз ақыл, есімнің қайда кеткенін ұғына алмай қалдым. Шайтанның арбауы ма? Әлде өзімнің көрсе қызар нәпсімнің жеңістігі ме? Әйтеуір жолдасым жоқ болса бөлмеге тығылатын мына мен, ендігі кезекте ол жоқ болса етек жеңімді қысқартып, қайын ағамның көзіне түсу үшін әбігерге түсетін болдым. Кейде тіпті оның үйге келмегенін қалаған кезімде болды. Жындының сандырағы келет деп, жолдасым біреудің жүгін артып 2 күнге басқа қалаға сапарға кетті. Сол кезде ессіз адамдай қуандым ау шіркін. Оның келмесін біліп, нәпсімнен бір жола жеңіліс тауып, арым, ақылым бәрі бір демде жоқ болды. Есіл дертім, әлгі бақытқа шаттыққа бөленген әйелдердің орнында бір сәт болып, қайын ағамның құшағында болу болды. Еш уақытта мені жалғыз қалдырмау үшін өзге қалаға іс сапармен бармайтын жолдасымды, менің пейілімді байқап шайтан алып кетті ме білмеймін, әйтеуір, арам ниетімді жүзеге асыруға барынша тырыстым. Қайын ағамды көрсем делебем қозып, құмар қысып, ақылынан айырылған адамдай, өз іс-әрекетімді тізгіндей алмай беймәлім күйге еніп, тұла бойым балқып, шекемнен терім сорғалап кете беретін күнге жеттім. Ағаң секілді кішкене мақтау сөз айтсаң болмайды ма? Ағаң секілді. Ағаң секілді. Деп, нағыз жанашыр ер азаматымды, ессіз, ер емес, 18 болған оқиға ізімен жазылған хикая. Сол 2 күн менің өмірімдегі орны толмас қателікке бой алдырып, ақылымнан адасып, өзімді жек көруіме себепкер болған күн. Өкінгеннен не пайда? Өткенім қайта келіп, қателігімді түзей алмасам. Тана көзін сүзбесе, бұқа жібін үзбейді дегендей, өзім жылтыңдап қайын ағама көз сүзіп, алдынан ары-бері қалауымды іс-қимылыммен білдіргендей болып кесе көлденең өте бердім. Ол да мені көп қинаған жоқ. Бұл істің маманына айналған қайын ағам мені бірден түсіне қойды. Жуынатын бөлмеге кіріп есікті ашық қалдырғанымды байқаған қайын ағам артымнан еріп кіріп келді. Бірден беріле кетпей, аздап назданып үн қаттым. Мұныңыз не? Шығыңыз бөлмеден. Қойшы келінжан. Сенің көксегенің осы емес пе? Ендеше неге тартынасың? Кәне кел. Не айтып тұрсыз? Кетіңіз. Сенің өтірік айтып тұрғаның көзіңнен ақ көрініп тұр. Қысылма. Кәне жақында маған. Жоқ. Өтінем кетіңіз. Тәнің неткен сұлу еді. Тұла бойыңда бір мін жоқ.
Кәне келші құшағыма. Осындай адамды баурап алатын, жылы сөздерімен мені одан әрі ақыл есімнен айыра түсті. Қайын ағамның құшағына құлай кеткенім есімде, одан кері ес жиғанымда бәрі кешеді. Не бүлдіргенімді өзім сол кезде бірақ ұқтым. Қайын ағам өз ісін бітірді де, қайырылып артына бұрылмай бөлмеден шығып кете берді. Сіз не істедіңіз? Не бүлдірдік? Мен не істесем де бәрі сенің қалауыңмен болды. Менің жазығым не? Өзің емес пе осыны қалаған? Я, ол кісінің сөзінің жаны бар. Өзім ғой осылай болуын қалаған. Біз адамдар қызықпыз ғой. Өзіміз кінә істей тұра, біреуді айыптауға дайын тұрамыз. Ешқашан кінәні өзімізден іздемейміз. Бұрындары айнаға тек бетімдегі күйіктен қалған дақтар мен тыртықтар үшін қараудан қашушы едім. Сол күні үлкен айнаның алдына өз-өзіммен бетпе-бет келіп өзіммен тілдестім. Сен кімсің? Қандай адамсың өзің? Нәпсіңді жеңе алмай осындай лас әрекетке барғаның қалай? Бұрындары Алладан жақсы жар сұраушы едің. Алла тағала оны саған сыйлады. Ендеше сол адал жарыңа неге қиянат еттің? Оның жанарына сені сүйген мөлдір таза көздеріне қалай тіке қарайсың? Оның құшағында жатып, осы әрекетің үшін ұялмайсың ба? Неге? Саған не жетпеді? Кеше ғана арсыз, тексіз, надан санап жүрген әйелдерден сенің айырмашылығың қалды ма? Айтшы. Осы сұрақтарға жауап бере аласың ба? Жоқ. Сен бұл әрекетіңді ақтай ала алмайсың. Енді сол бір сәттік ләззат үшін, өміріңнің соңына дейін өз ар-ұятыңмен күресіп өтуге мәжбүрсің. Айнадағы өз бейнемнен жиіркендім. Айнаны қиратып майдалап сындырдым, айналамның ойпан-тойпанын шығарып, құтырған мақұлыққа айналдым. Үстімнен 2 сағат бойы мұздай суды құйып жуынып шайынсам да, өзімді лас харам сезіне бердім. Өзімнен жек көріп жиіркене бастадым. Өзімнің денемді тырнағыммен осып, шашымды жұлғанымды 1-2 сағат өтіп тынышталған соң ғана байқадым. Денемнің бәрін жарақаттап тастаған екенмін. Бірақ ол жарақаттардың ауырғаны жан азабымның қасында түкке тұрғысыз еді. Неге ол әрекетке барғанымды өзім түсіне алар емеспін? Жан жолдасымның маған айтқан бір жылы лебіздері есіме түсіп, жан азабы одан әрі өзегімді өртей түсті. Өзімді өлтіруге де оқталдым. Бірақ қолымнан келмеді. Ол келсе оған қай бетіммен қараймын. 2 күн бойы төсектен тұрмай жолдасымның бір қылығын еске алып, маған деген махаббатын сезініп жылаумен болдым. Әттең осы сезімдерді қателікке бой алдырмай тұрып ұқсам ғой шіркін. Тек жолдасымның ғана емес, ата-анам бауырларымның да жақсы тұстарын еске алдым. Адам өзі нені қаласа соны көреді деуші еді. Мен тек олардың ұрсып, жекірген сөздерін естіп, жаман тұстарын ғана елеп жүрген екенмін. Олардың бойынан тек жаманшылықты іздеп тұратынымды кеш түсіндім. Сол қателік маған үлкен сабақ болды. Жолдасым келер кезде орнымнан тұрып, жарақаттарымды жақпамаймен бүркеп, өзімді ретке келтіріп, сүйікті асын дайындап күтіп алдым. Есіктен кіріп қарасы көрінген бойда мойнынан құшақтап, құлағының түбінде шын жүрегіммен кешірші мені дегенімді, оның көздері оттай жанып, не болғанын түсіне алмай сасқалақтап қалды. Бір емес себебін айталмай, 100 мәрте кешірім сұраған болармын. Аузымнан басқа сөз шықпай, өңешіме бір нәрсе тығылып, дем жетпей жүрегім қысыла бастады. Әрең дегенде есімді жиып, қалтырап дірілдеген қолдарыммен ас ауқатын бердім. Түн уақыты келіп, сағынышым білдіріп, денеме қолы тигенде, көзімнен жас су бұрқақтай атыла кетті. Ол қаншама рет сұрақтың астына алса да, жауап бере алмадым. Не айтар едім? Сол күйі жабулы қазан, жабулы күйінше қалды. Әр түнде ол жаныма жақындағанда сол бір жиіркенішті түн көз алдыма елестеп, өзімді жек көріп кетемін. Бірнеше минуттық қателігімнен өмірімнің соңына дейін жететін сабақ алдым. Мені қоғамнан алыстатқан өзгелер емес өзім екенмін. Ел жұрт күлсе болды, өзімді қапасқа тығып алып шықпай жатушы едім. Ел айтса не болыпты? Ит үреді керуен көшеді деуші еді. Мен сол иттердің үргенінен қорқып, керуенімді бір қуыста қалдырып қойған секілдімін. Олар келеке етіп күлген үшін өзімді көп дүниеден оқшаулап, бар қызықтан құр қалып, соны сылтауратып жұмыс істемей үйде жатып алып, Абай атамыз айтқандай қарнымның тоқтығы, жұмысымның жоқтығынан шайтанның арбауына түсіп қалғаным үшін өзімді жек көремін. Адамдардың бәрі бірдей емес екенін түсіне алмаппын.
Менен де жағдайы мүшкіл жандар, біреулер арбамен жүріп жұмыс істеуде, қолы жоқ жандарда өз кәсібін жасап жүргенін көргенде, аяқ қолым бүтін бола тұра болмашы бетіндегі тыртықты желеулетіп жұмыс істемегенім үшін өз-өзімді жек көремін. Адамдардың тек жаман тұстарын көріп, олардың жақсы тұстарын елемегенім үшін өз-өзімді жек көремін. Өзімнің мінез құлқымды ой елегінен өткізбей үнемі өзгелерді айыптап, біреуді кінәлайтыным үшін өз-өзімді жек көремін. Бізді аш қалдырмау үшін күндіз-түні тыным таппаған әке-шешемді жазғырғаным үшін өз-өзімді жек көремін. Бұрындар менен де жағдайы жаман адамдар барын біліп, өзімді сол жандармен салыстыра отырып тәубеме келіп шүкіршілік етіп жүруші едім. Алланың барын ұмытып, тәсбімнен жаңылып, тура жолдан тайғаным үшін өзімді жек көремін. Ақыл мен иманымды бойымнан жойып, нәпсінің құмарлықтың құрбанына айналғаным үшін өз-өзімді жек көремін. Қазір жолдасыммен жағдайымыз жақсы, ұлдарым болса да, сол бір қателігім үшін, және оны жолдасыма айта алмағаным үшін өз-өзімді жек көремін. Қанша тырыссам да бұл сезімнен құтыла алмадым. Ал қайын ағама келер болса, ол кісі әлі де бізбен бірге тұрады. Дәрмені құрып, бетін әжім баса бастағанда жұмысы тоқырауға ұшырап, тұтынушыларынан айырылып, не бала жоқ, не әйелі жоқ. Есінен адасып, шын ұмытты ма, өтірік пе? Ол жағы бір Аллаға және өзіне аян, өткенін ұмытып, есінен алжасып, бір бөлмеде қамалып, қу тізесін құшақтап өмір сүріп жүр. Соңы